Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты қазақ тілінің латын графикасына көшу мәселесін талқылау бойынша кешенді іс-шаралар өткізуде. Бүгін институтта аталған мәселе бойынша облысымызда белгілі ғалым филологтар мен 30-дан астам педагогтер қатысқан пікірлесу алаңы ұйымдастырылды. Институт директоры, филология ғылымдарының кандидаты Әбішева Нұргүл Молдабайқызы, Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасының бөлім басшысы Сұлтаналин Қайрат Нағатұлы, Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің филология ғылымдарының кандидаты доцент Миров Мұхтар Орынбасарұлы, кафедра меңгерушісі педагогика ғылымдарының кандидаты Дүйсенбаев Абай Қабақбайұлы белсенді түрде өздерінің құнды пікірлерімен бөлісті. Педагогтер латын тіліне сапалы көшу бойынша өздеріне жүктелген жоғары жауапкершілікті түсініп, реформаны қолдайтындарын білдірді. Бүгінгі қоғам латын әліпбиіне көшіп, ағылшын тілін игеріп, алдыңғы қатарлы білім, ғылым мен жаңа технологияларды игеруді қажет етеді. Сондықтан Қазақстанның жаңа қазақ латын әліпбиі мемлекетімізді халықаралық өркениет кеңістігіне жетелейтін үлкен істердің бірі болатынына сеніммен қарап, қазақ тілін реформалауға қолдау білдіреміз.